Қайырлы күн, достар! Мен Алихан сіздерге анамның сүйек сорпасын қалай пісіретінін айтатын боламын. Ол үшін сиырдың сүйектерін алып, жуып, кастрөлге су құйып саламыз. Газға үлкен отта қайнатып көбігін аламыз да баяу отта кемінде 8-10 сағат бойы пісіреміз. Кейін сүйектерін бөлек тарелкаға саламыз. Сүйектің сіңірлерін және ішіндегі майларын да жеп қою керек. Ол да өте пайдалы және дәмді. Сорпасы суыған соң банкіге сүзіп құямыз да тоңазытқышқа саламыз. Бетіндегі майы қатқан соң қасықпен бөлек ыдысқа салып аламыз. Оны тамақ пісірерде сұйық майдың орнына қолдансаңыздар, тамақтарыңыз одан да тәттірек болар сөзсіз. Сүйек сорпасын мұздатқышта сақтау керек. Керек кезде алып қайнатпай, тек жылытып ішесіздер. Бұл денсаулыққа өте пайдалы сорпа болып табылады. Ас болсын.